Баршамызға сәлем достар. Әдеттегідей сіздермен бірге Тұшыру каналы. Бүгінгі шығарылымыз түсіңізде сөмке көрсеңіз, оны қалай жору керектігін назарларыңызға ұсынамыз. Ибн Сирин түсінде сөмкені көру көптеген жағымсыз мағыналар мен жақсы емес белгілерді білдіреді, және алдағы кезеңдерде түс көрушінің өмірінде көптеген қажетсіз нәрселердің пайда болатынын білдіреді. Түс көруші түсінде қара түсті сөмкені көрсе, бұл оның көп азап шегетінін және көптеген қиындықтар мен үлкен дағдарыстарға түсетінін көрсетеді. Бұл алдағы уақытта көптеген жағымсыз оқиғаларға тап болатынын білдіреді. Жалғыз басты әйел түсінде жол сөмкесін көру, оның қоғамда мәртебесі жоғарғы жас жігітке некеге тұру мерзімін жақындап қалғанын және онымен бақытты оқиғаларға толы өмір сүретінін көрсетеді. Егер қыз түсінде біреудің сөмке беріп жатқанын көрсе, бұл оның жеке өмірінде қатысты көптеген жақсы және қуанышты жаңалықтарды алатынның белгісі. Бұл оның алдағы кезеңдерде үлкен бақытты себеп болады. Егер әйел түсінде біреудің өзіне ақ сөмке сыйлағанын көрсе, бұл Алла тағала күйеуіне көптеген ризық есігін ашатынын және оның алдағы кезеңдерде отбасының өмір сүру деңгейі жоғарылайтынының белгісі. Үйленген әйел ұйықтап жатқанда сөмкенің жоғалғанын көру, оның алдағы кезеңдерде көптеген жаман, қайғылы сәттерден бастан өткеруіне себеп болатын, көптеген жүректі ауыртатын оқиғаларға тап болатынын білдіреді. Түсінде қоңыр түсті сөмкені көру, түс иесінің көптеген әділ адамдармен саудада серіктес болатынын білдіреді.